Сәлем достар, біз бүгін ең оңай дайындалатын испанский чизкейк тортын дайындайтын боламыз. Біз творожный сырымызға сахарный пудрамызды салып, осылай миксерлеп аламыз. Содан кейін кукурузный крахмалымызды саламыз. 4 жұмыртқаны бір-бірлеп салып, видеодағыдай етіп миксерлеп аламыз. Енді бөлме температурасындағы сливкиді құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің чизкейкіміздің тестісі осымен дайын. Енді біз 18 диаметрлі қалыпты алып, соны дәл осы видеодағыдай етіп дайындаймыз. Қалыптың жиегіне қоятын пергаментті біз шамалы биік етіп аламыз. Өйткені біздің испанский чизкейкіміз пісу барысында шамалы биіктеп көтеріледі. Енді 200 градуста қызып тұрған пешке 1 сағатқа біз осы дайын болған тестімізді салып пісіріп аламыз. Біздің испанский чизкейкіміз дайын. Енді осы қалпынан алмастан бетін фольгамен жауып, пищевой пленкамен жауып, холодильникке 5-6 сағатқа жібереміз. Міне дәл осындай әдемі болып біздің испанский чизкейкіміз дайын болады.